жастары өздері ұйымдасып 250 адам қол қойып орталық комитетке хат әзірлеген. Яғни оның мақсаты Алматыда желтоқсан көтерілісіне қатысушы жастарға қысым жасалмау керек, және соларды қолдаған хат, қысқасы. Міне осы ескертті, осы хат оқылады деп. Ал содан кейін Евтушенко ашты, поэзия кешін маған сөз берді. Содан кейін бір жас жігіт маған гүл берді де, бірден микрофонға барып, хатты оқи бастады. Сол осы Ербол екен. Ерлікпен келген егемендіктің қадір-қасиетін терең сезінетін Ербол Мақсатұлы Алматыдағы Тәуелсіздік монументінің кішігірім көшірмесін Нұрдәулет сауда үйінің алдына бұдан 2 жыл бұрын тұрғызды. Еліне деген құрметті осындай игі істерімен танытып жүр.